Алматыдағы кәсіпкерлердің 50% кіріс декларациясын тапсырмаған. Жыл басынан бері жалпыға бірдей салықтық есептің 3-ші кезеңі басталса да, сала мамандары процестің баяу жүріп жатқанын айтады. Тиісті құжатты бұл жолы заңды тұлғалардың басшылары мен құрылтайшылары, жеке кәсіпкерлер, сондай-ақ олардың жұбайлары тапсыруға жет. Ал талапты орындамағандар үшін қандай шара қарастырылып отыр? Осы және өзге де сауалдарға жауап беру үшін тікелей байланысқа Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің түсіндіру жұмысы және байланыс орталығының басқарма басшысы Айжан Бекеева қосылғалы тұр. Айжан Есполқызы, неліктен жұрт декларация тапсыруды кешіктіріп жүр? Қалыптасқан ахуал жайлы толығырақ айтып берсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Қазақстанда жалпыға бірдей декларациялау өзі кезең-кезеңмен келе жатыр. 4 кезеңде, енді осы жылы 2024 жылы бұл 3-ші кезең жалпыға бірдей декларациялау. Бұл жерде жеке кәсіпкерлер және олардың жұбайлары, заңды тұлғалардың құрылтайшылары, қатысушылары, басшылары тапсыру қажет. 250 нысан активтер мен міндеттемелер туралы декларациясы. Енді статистикаға жүгінетін болсақ, бұл 342 мың адамдай тапсыру керек. Соның ішінде 145 мың адам тапсырған болатын. Негізгі сәттерін айт кетуге болады. Енді 99.9% бұл осы электронды түрде тапсырылған, мобильді қосымшасы ес-алғы азамат арқылы, және де 90% осы ыңғайлығын, қарапайымдылығын мобильді қосымшаны айтып отыр. Сонымен қатарда келесі кезеңдермен салыстырғанда алдыңғы жылдағы бұл жерде 54.5%-ға көбейген, демек бұл белсенділікті көрсетіп отыр. Түсінікті. Ал құжат тапсыру мерзімі қай уақытқа дейін жалғасады, заң бұзғандарға қандай жаза қарастырылған? Енді мерзіміне келетін болсақ, бұл 15-ші қыркүйекке дейін, егерде тапсырмаған жағдайда бірінші рет әрине ескерту беріледі, ал екінші рет бұл егерде бір жылдың ішінде осындай бұзушылықтар болатын болса, 15 айлық есептік көрсеткіштей айыппұл салынады. Осыған байланысты барлық осы кәсіпкерлерді тездетіп, демалыс каникулдарына түспей, қазір осы біз түсіндіру жұмыс жүргізіп жатқан кезде тездетіп тапсырып тастауларына шақырамыз. Уақыт бөліп байланысқа шыққаныңызға рахмет. Арнамызға тікелей эфирде сұхбат берген Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің түсіндіру жұмысы және байланыс орталығының басқарма басшысы Айжан Бекеева болды.